Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: қайсы бір адам күн шығардан алдын және күн батардан алдын намаз оқитын болса, дозақ отына кірмейді дейді. Бұл жерде айтылып жатқан екі намаздан мақсат таң намазы мен асыр намазы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр: кімде-кім осы таң намазы мен асыр намазын оқитын болса, дозақ отына кірмейді деп айтып жатыр. Және бір хадисте: "Ман саллал бардайни дахалал жанна", кімде-кім екі салқын уақытта намаз оқитын болса, жәннатқа кіреді деп айтып жатыр. Бұл екі салқын уақытта оқылатын намаз таң намазы мен асыр намазы екен ағайындар. Сол үшін қазір көп жерде байқаймыз, мешіттерде әсіресе асыр намазы мен бесін намазына қарайтын болсақ, жамағаттың саны бесін ақшам құптаннан қарағанда аздау болады. Енді бес уақыт намаздың дәрежесі жоғары ағайындар. Бірақ хадисте осы екі намазды ерекшелеп айтуының себебі, дейді ғұламалар, адам таң сәресінде, таң намазының уақытында шырын ұйқыда болады. Ұйқысын қимайды. Көрдіңіздер ме? Адам ұйқысын қию үшін не қылу керек? Ұйқысынан да жақсы нәрсе адамға беру керек. Мысалы үшін бір жұмыс болса, пайдасы көбірек болса, адам бір күн, екі күн ұйықтамай жүре алады. Солай емес пе? Пайдасын көрген, пайдасын білсе. Сол секілді шариғатымызда бұл таң намазының ұйқыдан абзал екендігін не қылып қойды? Осы хадисте баяндап қойды. Және таң намазының азанында баршамызға белгілі: "Ас-салату хайрун минан наум", намаз ұйқыдан жақсырақ деп азан айтушы шақырады солай азанын. Енді асырдың уақытындағы намаз адамдардың көбінің жұмыстың қызып атқан уақыты. Мысалы үшін кей жерлерде, ыстық жерлерде, мысалы үшін араб елдерінде, біздің оңтүстік жақтарда жұмысқа қай уақыт шығамыз? Жаз уақытында түс қайта шығамыз. Сағат 4-терде, 5-терде асырдың уақыты нағыз жұмыстың қызып атқан уақыты болады. Көрдіңіздер ме? Сол үшін шариғат не қылды? Жұмыс істеу керек, бірақ намаздың уақыты келген кезде асыр намазын оқуға бұйырып жатыр. Және Алла Тағала Құран Кәрімде "Хафизу ала салавати ва салатил вуста" деп асыр намазын нақты айтты. Намаздарыңызға, соның ішінде асыр намазын сақ болыңыздар, оны уақытында орындаңыздар деп Алла Тағала Құран Кәрімде бұйырып жатыр. Алла Субхану Тағала баршамызға осы айтылған намаздарда бекем болуды, және бес уақыт намазда бекем болып, оны жамағатпен оқуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.